Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен базар ханым жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, тұзымызды, майымызды және де 4 шай кесе суымызды құйып, жақсылап бұлғастырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды саламыз. Қажетінше ұнымызды салып, қамыр жасап шығамыз. Менде осындай болып шықты. Енді кезекте жоларымызды жіңішке етіп турап аламыз. Кейіннен картобымызды үккіштен соломка етіп өткізіп аламыз. Барлығы дайын болған соң үстіне фаршымызды, майымызды, дәмдеуішіміз бен тұзымызды қосып араластырып, салмасын дайындап аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды жұқа етіп жаюды бастаймыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Рахмет. Жұқа етіп жайылған қамырымызды бөлшектерге бөліп шығамыз. Бөлінген қамырларымыздың үстіне май жағып, ішіне салмасын салып, видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Дайын болған ханымдарымызды мантаварканың үстін майлап, орталарына май жаға отырып, орналастырып аламыз. Осы әдіспен менде 4 листі жасалып шықты. Енді кезекте подливкасын жасайтын боламыз. Ол үшін жуаларымызды қуыруды бастаймыз. Үстіне тұз, томат және де помидор шырынын қосамыз. Міне достар, базар ханым атымен танымал тағамымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.